Hi guys, welcome back. How are you today? Баршаңызға қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сабақта біз present perfect continuous'ты өтетін боламыз. Яғни ол қандай шақ, с чем его едят деген секілді сұрақтарға жауап беретін боламын. Яғни present perfect continuous құралу жолы subject plus have has plus been plus verb ing. Яғни мен сіздерге осыған дейін айтып кеткен болатынмын. Continuous деген сөзді көрсеңіздер, міндетті түрде біз етістігіне ing инговое окончание дейміз, ing жалғаймыз, және бұл іс-әрекеттің процесте екендігін болғандығын көрсететін шақ болып табылады. Енді біз оны present perfect continuous қай кезде қолданамыз? Бірінші, ол actions started in the past and it's still in progress and we expect to continue. Яғни іс-әрекет өткен шақта басталды, ол әрекет әлі прогрессте, яғни процесте деген сөз, және де оның жалғасы болуы мүмкін. Яғни мы ожидаем продолжение деп айтамыз. Ол мысал келтіретін болсақ, they have been emailing деген сөйлемді алатын болсақ, яғни олар маған email жазды, яғни маған жазды деген сөз ғой. Енді бұл іс-әрекет өткенде басталып тұр, нақты уақытын көрсетіп тұрған жоқ, просто өткен шақта уже басталып кетті. Ол іс-әрекет процесте, яғни жалғасы болуы мүмкін. Қалай жалғасы болады? Яғни мен оның сообщениесіне қайтадан жауап жазам, ол маған қайтадан жазады деген сияқты. Яғни ол әрекеттің жалғасы болады деген сөз. Бұл біріншіден, екіншіден, біз қай кезде тағы present perfect continuous қолданамыз? Ол біз іс-әрекеттің, біз жасайтын, немесе біреудің жасаған іс-әрекеттің, немесе бір нәрсенің қаншалықты ұзақ жасалғандығын көрсету үшін, немесе бір нәрсенің қаншалықты ұзақ бар екендігін, болғандығын көрсету үшін жаңағы осы шақты қолданамыз. Яғни ол қалай? Егер мысалы I have been going to piano lesson for 10 years деген сөйлемді алсақ, яғни мен пианино сабақтарына 10 жыл бойы барып келемін деген сөйлем, в течение 10 лет, яғни ол іс-әрекет 10 жыл бұрын басталды, әлі процесте, бүгін міне 10 жыл өтіп кетті процесте, мен әлі барамын, значит менің әрекетім әлі тоқталған жоқ, мен әлі де барамын деген сөз, түсіндірсіздер ме? Мен бұл жерде уақыттың, бұл әрекеттің қаншалықты ұзақ болғандығын көрсетіп тұрмын. Сол сияқты сөйлем, мысалы I have been living here since 29 деп айтатын болсам, мысалы мен бұл жерде 2010 жылдан бастап тұрып келемін, тұрамын деген сөйлем, яғни мен 2010 жылы осы жаққа келіп, осы жақта тұрып бастадым, қазір 2021 ма, мен әлі мысалы процестемін, мен әлі тұрып жатырмын осы қалада, әлі де мен көшетін ойымда жоқ, процесс әлі жалғасады деген сөз, түсіндірсіздер ме? Және мына жерде тағы бір айта кететін нәрсе, ағылшын тілінде stative verbs деген бар, яғни оны орысшаға аударғанда глаголы состояние деп аударылады, яғни қазақша айтқанда біздің жай күйімізді білдіретін етістіктер ғой. Осындай етістіктердің қатары бар, біз оны continuous формаларында қолдана алмаймыз. Яғни ол қандай етістіктер? Ол көзбен көру, see деген етістік бар, құлақпен есту, hear, дәмін тату, taste, бір нәрсенің дауысы шығуда, sound деген сөз бар, және ұнату, мысалы like, love, жақсы көру, жаңағы ненавидеть деген сөз бар, жыным келеді деп айтамыз, ашуым келеді деп, hate деген етістік бар. Яғни бұл негізі мен сіздерге қазір ең көп қолданылатын етістіктердің тізімін айтып тұрмын. Одан да басқа етістіктер бар негізі. Енді бұларды біз continuous формасында қолдана алмаймыз. Мысалы, ол оны ұнатты деген сөйлемді біз present perfect continuous'ке қоя алмаймыз. Яғни she has been liking him деген сөйлем қате болып есептеледі. Ол кезде біз уже she has liked him since she met him деген сөйлем, мысалы, яғни ол оны ұнатты, since деген с тех пор деп аударылады, с или с того момента, как она встретила его. Орысша айтқанда, он ей понравился с того момента, как она встретила его. Яғни ол оны кездескен уақыттан бастап ұнатады деген сөйлем ғой. Енді бұл жерде
кейбір кітаптарда present perfect simple мен present perfect continuous'ның негізі жалпы айырмашылықтары онша жоқ деп айтып келеді. Бұл жерде енді айта кететін нәрсе, жаңағы мен екінші ерекшелік ретінде айтып кеттім ғой, уақытты көрсету үшін деп. Оны кейбір кітаптарда present perfect'те де қолданып жазылады, ол да бір дұрыс болып есептеліп жатады. Бірақ енді бұл жерде мен өзімнің лично айтқым келетіні, енді ол іс-әрекет процесте болғандықтан біз желательно оны continuous формада қолданғанымыз дұрыс деп ойлаймын, дұрыс деп есептеймін. Енді мен бұған дейін сізге қазір болымды сөйлемдерді айтып келдім, positive sentences. Енді ал болымсыз сөйлемді қалай қарастырамыз? Енді бір сөйлемді алайық та, соны болымды, болымсыз және сұраулы сөйлем қылып ашып жазып жіберейік. Жаңағы ең басында алған сөйлем they have been emailing деген сөйлемді алайық, бұл болымды. Енді болымсыз negative sentence, болымсыз сөйлем қалай шығарамыз? They have not been emailing болады. Яғни бұл жерде көмекші етісті has болғандықтан біз естеріңізде болса not деген болымсыз мәнді білдіретін сөзді көбінесе осы көмекші етістіктерге жалғаймыз. Сондықтан they haven't been emailing деген сөйлем шығады. Ал сұраулы сөйлемді қалай шығарамыз? Бұл жерде енді көмекші етістікті бірінші орынға жібереміз да, соның қасына зат есімді жазамыз. Яғни have they been emailing деген сұраулы сөйлем шығады. Ал енді бұл жалпы сұрақ, general questions деп айтамыз ғой, яғни бұған біз немесе жоқ деп жауап беретін сұрақтар. Ал special questions болса, арнайы сұрақ болса, what, where, when деген сияқты сөздерді қосатын болса қалай болады? Яғни ол естеріңізде болса нөлінші орын деп айтамыз, яғни ең бірінші орынға шығып кетеді да. Ал жаңағы have they been деген сөйлемді просто өзгертпейміз. Сұраулы сөйлемді да have they been emailing деген сұраулы сөйлем қала береді. Просто оның осы have-тің алдына, яғни нөлінші орын деп айтып тұрғанымыз сол ғой, алдына біз жаңағы what, where деген сөздерді қосамыз. Мысалы, when have they been emailing? Олар қашан жазды? Мысалы, қашан деген сөзді қоссақ, енді бар present perfect continuous туралы бар грамматика осы. Сұрақтарыңыз болса жаза кетерсіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Яғни мен сіздер осы ағылшынды 100% түсініп кетсін деп тырысып видео түсіріп монтаждап сіздерге жасап жүрмін. Еңбегімді бағалай кетсеңіздер өте қатты қуанар едім. Тағы егер сұрақтарыңыз болса да комментарияға жаза кетіңіздер. Келесі сабақта көріскенше goodbye.